Баршаңызға сәлем. Бүгін мен қатқан немесе ескірген наннан панировка жасауды үйрететін боламын. Ең алдымен наннан сухари жасаймыз, яғни нанымызды кубиктап турап аламыз да 160-170 градуста қызып тұрған пешімізге екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Дәл осылай құрғақ табағымызға туралған нандарымызды орналастырып, қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Нандарыңыз күйіп кетпеуін қадағалаңыздар. Егер күйіп кеткен жағдайда қырып алып тастаңыздар. Себебі сіздердің панировкаларыңызда күйіктің дәмі татып кетеді. Ал енді сухариді блендерге салып үгітетін боламыз. Егер сізде блендер болмаса, онда мясорубкаға, яғни ет тартқышқа салып, кішкентай көзінен өткізсеңіздер болады. Болмаса, терканың кішкентай көзінен өткізсеңіздер де болады. Одан бөлек сухариді салафанға салып, скалкамен, яғни оқтаумен ессеңіздер де әдемі үгітіледі. Панировкаға өзіңіздің қалауыңыз бойынша дәмдеуіштерді қоссаңыз да болады. Құрғақ ыдысқа немесе салафанға салып, құрғақ жерде сақтау керек. Видеом ұнаса лайк басып, тіркеліп қойыңыз.